Қайырлы күн баршаңызға достар, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді пирогтардың бірі етті бәлішті жасайтын боламыз. Құрамында асқабақта, картопта бәрі де бар, өте ерекше дәмді болады. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше ыдысымызға су құйып, май құямыз, тұз және разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Соңынан ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ, әдемі қамырымыз дайын болады. Тіптен осы қамырдың өзіне ғашық боласыздар ғой. Енді дайын болған тестамызды пакетке салып қоямыз. Тыңғанша енді асқабағымызды мінекей осындай кубиктарсыз етіп турап аламыз, және картоптарымызды кубиктарсыз етіп турап аламыз. Пиязды да 2-3 бөлікке бөліп, жіңішкелеп турап аламыз. Мінекей асқабағымыз, картоп, майдалап тураланған картоп, пиязымыз және соңынан тартылған етімізді қосамыз. Дәміне қарап, тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Міне осы жерде пиязды қолмен жақсылап мыжып араластырып алдым. Міне барлығын толықтай осылай араластырып, мінекей арасына салатын салмамызды дайындап алдық. Енді осы уақытта қамырымыз тініп дайын болды. Қамырымызды бір үлкен және кіші бөліктерге бөліп аламыз. Үлкен бөлігін, алғашқы үлкен бөлігін жіңішкелеп жайып алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен дөп-дөңгелек пішінге келтіріп жаятын боламыз. Мінекей осылай жайып дайындап алдық. Енді арнайы қалыпқа, мінекей мен осындай қалыпты пайдаландым. Оны пайдаланбасаңыздар да болады. Менде 26 диаметрдегі қалып қамырымызды салып, дайын болған салмамызды ішіне толықтай барлық жеріне жеткізіп, мінекей салып алатын боламыз. Мінекей барлығын тегістеп салып алдық. Енді үстіндегі қамырынды жайып дайындап аламыз. Және шет-шетін мінекей бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Жабыстырып алған соң, мінекей осылай әдемілеп, өрнектеп, осылай өріп шықсаңыздар да, кез келген пішінге келтіріп шықсаңыздар да болады. Бетін басып, тегістеп, мінекей қамырымыздың бетін кішкене ашып қоятын боламыз. Және жұмыртқаның сарысына кішкене азап су қосып, толықтай бетіне жағып аламыз. Және бетіне қалауыңша кез келген осындай дәндерді сепсеңіздер болады. Мен асқабақтың дәнін және күнжіктерді пайдаландым. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40-45 минутта пісіріп шығатын боламыз. Мінекей достар, пісіп дайын болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, тәбетті ашатындай ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасасаңыз қайта-қайта жасай беретін боласыздар. Дәміне ғашық боласыздар. Сондай керемет пирогтардың бірі менің отбасы мүшелеріне өте қатты ұнаған пирогтардың бірі болып шықты. Достар, мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Келесі жолы мен сіздермен кереметте шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Және де мен арнамнан көптеген түрлі тәтті тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.